Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен жүрек брошкасын жасаймыз. Яғни бізге қажетті құралдар: фетр керек, бисер және мынау хрусталь тасы, 1 мм брошкаға арналған ілмек, және мынандай тастар 2 мм, 4 мм, 8 мм. Одан бөлек 3 мм тоже горный хрусталь тасы, ине, леска және картон керек, және мынандай подкожа, мынандай кожаның алмастырушы дейді ғой, сондай. Біз бірінші лекаламызды қиып аламыз, яғни осылай қойып тұрып, сызып, әдемілеп тегіс болсын, чтобы екі жағы теңдей болатын. Содан соң оны фетрімізге бастырамыз. Мен фетрімізден тура осындай екі образец кесеміз. Біреуіне тиеміз, және біреуін бітірген кезде артына жабыстыратын боламыз. Мен бастырып қойдым. Қазір біреуін қиып алайын. Брошкамызға неғұрлым табиғи тастармен, мынандай бисерге қарағанда мынандай тастармен жасалған сайын соғұрлым әдемі әрі жалдырап әдемі болып шығады. Ең бастысы бұл брошкаға өте арзан, құралдарына арзан болады, аз ақша кетеді және өте қымбат бағаланады. Мысалға, мына жерде мен примерно есімде бар болса айтайын. Мынаны мен бір 180 теңгеге, мыналарды бір 50-60 теңгеден, мыналарды 40 теңгеден ба, сондайдан алдым. Мынандай лескасымен алған кезде мыналар бір 300-400 теңге, мына 250 теңге. И мына бисер 20-30 теңге. Ой, 100 теңгелік. Арзан түрде бар, 20-30 теңгелік. Былай қарап тұрсаңыз, максимум бір 500-600 теңге расходты болса, ал біз бұны 8.000-7.000-ға сата аласыздар. Міне мен қиып алдым. Енді мынау біздің мынандай пастаның несі ізі қалған жағы арт жағында қалады, ал біз мынандай жазылмаған жағына тегетін боламыз. Бұл жерде қараңыздар, менде қызыл фетр болғандықтан кішкентай алдым. Егер сіздер сатып алатын болсаңыздар, сіздерге кемі А4 форматта, А4 форматында сатып алу керек болады. Егер ол мен барлығын жүрек істемеймін ғой дейтін болсаңыздар, ақ А4 форматтағы фетрді сатып алып, оны жай ғана кәдімгі акрил краскасымен боясаңыздар болады қызылға. Сол кезде сіздер кез келген басқа түстегі брошка жасайтын болсаңыздар, астына бояп цветін, сол керек цветтегі фетрге айналдыра аласыздар. Міне мен лескамды алдым. Инеме леска қадап қойғанмын. Міне. Енді бірінші кезекте біз шамамен қойып аламыз. Қай жерге қай нәрсені тиетінімізді көз жоспарымызбен бұлай қойып аламыз. Жобалап қойып алғаннан кейін сол бойынша тігеміз. Қойған кезде өздеріңізге кішкене әдемі көріне ма, дұрыс тұра ма, тұрмай ма, соны бір жағынан байқап аласыздар. Менде основной осы не, одан кейін қалғандарын арасына қоса саламын. Ең бірінші осы оң жақ бұрышына қойғым келіп тұр. Енемді өткіземін. Мына қараңыздар,
бізде тесік бір бетінде 2 тесіктен бар. Сол себепті жақсылап тігіп тастауға болады. Ешқашан мына мысалға қараңыздар, мынаны былай өткізіп, қайтадан міне 2 тесіктен қатар өткізіп, қатар тігуге болмайды. Былайша міндетті түрде X сияқты қылып тігу керек. Мына көрдіңіздер ме, уже кішкене бір бұрышын тігіп бастадым. Осылай енді келесі бұрышын тігеміз. Лесканы қатты ұзын қылудың қажеті жоқ, себебі бұл өзі кішкентай бұйым, бір жағынан кішкене сізге ыңғайлы болу үшін. Көп шатасып, уақытыңызды алмау үшін қысқа етіп тіккен жақсы. Мына біз басымызды тігіп біттік. Өте мықты тұрды. Енді мұның артынан 1-2 рет кәдімгідей түйін жасап жібереміз. Себебі қазір біз басқа жағына лесканы тіккен кезде жіптер босап кейде тасыңыздың бір шетін жаман көрініп, сондай болып қалмайды. Сол үшін жинақы тартылып тұру үшін осылай тігіп, түйін жасап, содан соң соға келесі тасымызды қайдан тігем. Қойып алып тұрып көріңіздер, чтобы кейін тіккеннен кейін барып ұнамай қалып, содан соң қайтадан ағытып жүрмеу үшін осылай алдын ала бір қойып саңыздар жақсы болады. Қазір мен мына жерінен тігем. Қойып алудық. Жобалап қай жерлерде тігетінімді анықтадым. Енді шығарып 4 мм тастарымызды тігеміз.
төрт бұрышын жақсылап тігіп шығамыз. Камераға көрсетіп отырып тіккен кішкене қиындау да. Камераға көрмей қалды ма дейсің кейде. Осылай қалған екі тасты да тігіп шығамыз. Содан соң сіздерге кішкентай тастарды тігуді көрсетемін. Міне мен 3 тасымды тігіп біттім. Енді біз кішкентай тастарды тігетін боламыз. Бұл тастарды да орналастырып алсаңыздар болады. Мен шамамен мына жерге біреу, мына жерге біреу, мына жаққа біреу, мына жерге біреу. Сосын мына жаққа біреуін тіксем деп отырмын. Қойып көріп алсаңыздар да болады, немесе осылай жобалап тіксеңіздер де болады. Міне бұларда бір тесік болғандықтан біз бұны плюс қылып кәдімгі ілгек қадаған сияқты тіге береміз. Брошка мүмкіндігінше жаңағыдай хрусталь тастардан тігілсе өте әдемі шығады, өте жылтырап. Осындай Сваровский тастардан тігілсе де өте бір ерекше жалтырап, кәдімгідей күшті болып шығады. Ал енді бисерден, тек қана бисерден тіксеңіздер, кішкене жалтырамайды, онша әдемі көрінбей қалады. Негізі брошка өзі мүмкіндігінше әдемі жалтырап тұрса, соншалықты қымбат сатылады, әрі соншалықты сұранысқа ие болады. Брошка тек бұл брошканың көбісі негізі брошканы мынандай костюмге ғана тағады деп біледі ғой. Ал негізі қазір костюм көйлектерге де ерекше әдемі қылып тағып жүруге болады. Брошканың түрлері көп. Бұл жай ғана бір түрі. Вышивкамен тігуге болатын тігетін түрлері бар. Кәдімгідей әртүрлі мүсін пішіндес етіп тігуге болады. Мына осылай плюс қылып қалған тастарымызды да тігіп шығамыз. Тас таңдаған кезде өте мұқият болғандар жақсы. Мысалға, өткенде сторисімде көрсеткендей, мысалға, осы тастардың бірнеше түрі бар. Темірі бар, темір жоғы бар, темірі жоқтың сапалысы бар. Соны таңдаған кезде міндетті түрде сапалысын таңдаңыздар, себебі кейбір тастар беті қырылған сияқты жылтырамай тұрады. Арзан болады бір жағынан. Ол сіздің өніміңіздің, бұйымыңыздың сапасын төмен қылып көрсетеді. Сіз оған қанша уақыт, қанша энергия жіберіп жасасаңыз да, сіздің фурнитураңыз арзан болып тұрса, онда сіздің ол еңбегіңізді
көрсетпейді. Осылай қалған үшеуін тігіп қойдым ғой, енді қалған екеуін тігеміз. Мұны біз енді келесі мына горный хрусталь тастарын тігетін боламыз. Инеміз шығарып аламыз фетрдің үстіне. Содан соң тасымызды өткізіп, тастың мөлшерінде алып байқасаңыздар, мына жерде бізде дәл осылай қалдырып келесілерін тігіп кете беретін болсақ, біріншіден мынау лескамыз көрініп тұрады, екіншіден мынандай неғып тұрады, бос болып тұрады, әдемі көрінбей тұрады. Сол үшін қайтадан артынан шығарып, екі айналдырып тігеміз. Сол кезде біздің тасымыз айналып кетпейді біріншіден, екіншіден жаңағыдай салбырап, неғып, бос болып, сүйкімсіз көрініп тұрмайды. Бағанағы мен қазіргіні айырмашылығын көрдіңіздер ме? Мына осылай жинаққа әдемі болып тұрады. Келесі тасымызды да солай, дәл солай осы домалақ пішіндегі болсын, ромбик тәріздегі болсын, тастарымызды осылай екі айналдырып тіккен кезде бізде әдемі брошка шығады. Бұл лайфхактардың бірі десек те болады, себебі көп мастер-класстарда бұндай нәрселерді айта бермейді. Осылай қалған тастарымызды да тігіп шығамыз. Содан соң сіздерге бос орындарды кішкентай тастармен бекітуді көрсетемін. Мұны мен тастарымды тігіп біттім. Хрусталь тастарымды. Енді мына жерде бос орындардың барлығын біз мұны 1 миллиметрлік тастармен тауып шығамыз. Дәл бағанағыдай бос орынның барлығын тауып шығамыз. Бұл тастарды, именно 1 миллиметрлік тастарды айналдырып, екі айналдырып тігудің қажеті жоқ. Себебі бұл өзі кішкентай тас болғандықтан бір тіккеннен ақ әдемі болып тұрады. Шығарып аламыз. Мына осылай бос орындарымыздың барлығын бекітіп шығамыз. Тағы бір ескере кететін жайт, бұл жерде сіздер мысалға ең бірінші мына жиегін қатарын тігіп, одан кейін барып орталарын толтырсаңыздар болады. Сол кезде сіздердің жиектеріңіз мынандай тегіс шығады. Әйтпесе жаңағыдай ортасын толтырып барып шетін толтырған кезде жаңағыдай тегіс шықпай, бір тасыңыз кіріп, біреуі шығып, солай болып тұрады. Сол себептен бірінші жиегін тігіп,
содан кейін барып жиегін тіккенде осылай айналдырып тігіңіздер, бірақ ол кезде артынан шығарамыз бөсеңкеден и жаңа кіргіземіз. Оны қайтадан айналдырып не алмаймыз да, келесі тасымызды тіге береміз. Біреу тікті қой, енді былай тіктік. Сол тасымыздың арт жағынан шығарамыз, ортасына өткіземіз, тартып тігесіздер. Ашылып кетіп жатқан кездерде қатты алыс тікпеңіздер. Менде 1 мм емес 2 мм размерімен тіккеннен сәл ашық болып қалды. Оны бірақ мен қазір мына жақтағы тастармен жауып жіберемін. Лескаларыңыз біткен кезде айналдырып жаңадан леска өткізіп тігіп аласыздар. Осылай соңына дейін бірінші жиегін, сосын барып орталарын толтырсаңыздар болады. Міне мен жиегін тоқып біттім, тігіп біттім. Міне көрсеңіздер, өте әдемі тегіс шықты. Енді мынау орталарын бекітеміз, бос орындардың барлығын. Содан соң өте әдемі бір ерекше жылдыраған брошканың сұлбасын көресіздер. Міне мен жиектердің барлығын тігіп шықтым. Өте әдемі, ерекше бір жылдырап, күшті болып шығып жатыр. Енді біз мына ортасындағы бос орындарды дәл мына тастарды тіккен сияқты тігіп шығамыз. Бірақ екі айналдырып емес, жай ғана бір айналдырып тіге береміз. Бұл жерде байқасаңыздар, не үшін мысалға қызыл жүрек тоқып жатырмыз ба, астына қызыл фетр қойдық. Мынандай бәрібір кішкентай ашық орындар болады да, ол жерге бисер не басқа тас қойсаң дәу болып көрініп қалады. Сол кезде астындағы фонымыз, біздің фетріміз, біздің жаңағыдай кішкентай тастар сыймайтын тесік, жаңағыдай көрініп тұратын жерлерін жасырады. Дәл қалған бос орындардың барлығын тігіп шығыңыздар. Содан соң сіздермен келесі бекіту жолдарын көрсететін боламын. Міне біз ортасын бәрін толтырып бітірдік. Енді лескамызды үземіз. Ол үшін бірінші түйіп аламыз, жақсылап. 2-3 рет түйіп алғаннан кейін содан соң сразу мына жерінен кесіп тастамай, мына фетрдің астымен кішкене тігіп аламыз. Астынан жүргіземіз, сол кезде біздің лескамыз өте жақсы болады. Егер сразу қиып тастасаңыздар, түбінен ол шешіліп қайтадан моншақтарыңыздың шашылуына себеп болуы мүмкін. Енді бірден шашылып ол не істеп қалмайды, бірақ ұзақ уақыт шыдамауы мүмкін да. Енді қырқамыз. Енді байқасаңыздар, мына жерде қараңыздар, арты кішкене тегіс емес, бір жағынан кішкене бүрісіп, жаңағыдай тігілгеннен кейін тартылып тұр да. Сол себепті біз бұны артын бекітеміз. Ол үшін ең бірінші мынаның артына ыстық клей болмайды, қыздар. Негізі мен алдым бір өзімше пысықтығым ұстап істеген кезде ыстық клеймен құйып жабыстыра салайын, тез болады деп істеген. Ол кезде ыстық клей мына лесканы ертіп жібереді екен. Мен оны білмейді екенмін. Сөйтіп бүкіл тіккен нәрсем шашылып қалған. Сол сияқты сіздерде ыстық клей жылдамырақ болады, или жақсырақ ұстайды деп құйып жүрмеңіздер ыстық клеймен. Мынандай F6000 деген осындай клейге қолдансаңыздар болады.
немесе кәдімгі момент клей бар ғой, соны қолдансаңыздар болады. Міне, жақсылап жағамыз. Мына жерде мен сіздерге көрсетейін. Картон керек дедім ғой, картонға. Бірақ бұл менің размерін 2 мм кішкентай қылып аламыз. Міне, тура жүректің размерінде емес, 2 мм кішкентай қылып қиып аламыз. Сөйтіп, оны фетріміздің артына жабыстырамыз. Негізі мына клейді бірінші рет қолдануым мен өзім мына алдын момент клей қолданатынмын. Сол кішкене сұйық әрі клей қатты жабысатын енді. Енді бірақ бұл мына клейді тоже ең жақсы клейлердің бірі, қымбат клейлердің бірі. Именно осындай қолөнер бұйымдарына арналған клей. Міне. Жақсылап жабыстырамыз. Кішкене кепсін, содан кейін міне. Енді бұның сыртынан, біздің фетріміздің жучка сызылған жағын ішіне қаратып, мына арт жағын, таза жағын сыртына қаратып жабыстырамыз. Мұны көрдіңіздер ме? Бізде бағанағы бүрілген жерлеріміздің барлығы кетті. Мына жерде артық шығып тұрған жерлерін былай қиып тастаймыз. Фетрімізді, себебі үстіңгі фетрмен бірдей болу керек. Қазір біз осын жанын тегеміз. Мені көрдіңіздер ме? Біздің бағанағы бүрісі тартылып қалған брошкамыз қайтадан қалыпқа келді, әдемі болып. Так, енді қазір мынаған жүрегімізді бастырып қиып аламыз. Егер сіздер бұндай нені таба алмасаңыздар, жай ғана фетрдің өзімен қалдырсаңыздар болады. Мен де осы мастер-классқа арнайы алдырдым. Негізі бұған дейін жай ғана осындай қаттап фетрмен де қаттап қойса болады.
Мына біздің жүрегіміз дайын. Бұны бұлай астынан қаптаймыз қазір. Енді мына жерде бұлай істесеңіздер болады. Мынаны астынан өлшеп алып, мына жағынан ішінен кіргізсек те болады, немесе сыртынан тіксек те болады. Қазір мен ішінен кіргізіп жасасам ба деп ойлап тұрмын. Ол үшін мынандай жүректі қоямыз да былай белгілеп аламыз. Кесу керек жерлерді. Енді осы аралықта жайлап қоямыз. Осылай қиып алып тұрып жасасаңыздар әдемі болады сияқты. Бірақ сыртынан тіккенде өте әдемі болады. Әдемі жинақы етіп тіксеңіздер, сыртынан да өте әдемі болып көрінеді. Міне былай. Бетінен өткіземіз. Және мына жағын қиып керек сияқты. Қазір біз өлшедік, енді қалған жерлерімізді алып тастаймыз. Көрдіңіздер ме? Бізде осылай жасырынып әдемі болып тұрады. Енді осыны неміздің артынан жабыстырамыз. Тілейді жағып алдық. Жоқ қой салайын. Sonra бетпе-бет қылып жақсылап жабыстырамыз. Мұны біз енді жабыстырдық. Біз қазір мына жиегін тігіп шығатын боламыз. Ол үшін лескамызды алып, инеміз
қадап түйіп аламыз. Енді былай ортасынан кіргізіп мына жағынан шығарамыз. Былай кіргізіп былай шығарамыз. Сол кезде мына жерден артық былай мінім мына кожамызды және фетрді барлығын бірге өткіземіз. Тартып. Түйіліп қалған екен, қия салайын. Енді мына жерден бір бисерді аламыз. Бисерді өткіземіз де дәл солай жанынан көтеріп былай тегеміз. Мына қараңыздар, бисер былай тұр. Енді біз мына бисердің асты жағынан инемізді өткіземіз. Сол кезде былай бисеріміз жатады дөңгеленіп. Көрдіңіздер ғой, дәл солай тағы соңына дейін тігеміз. Асты, мына үсті жағынан бүйтіп кіргізіп алмаңыздар. Бисерлеріңіз дөңгеленіп тұрмай қалады ол кезде. Тура асты жағынан кіргізіп былай шығарасыздар. Осылай біз брошкамыздың жиегін өте әдемі қылып, егер дәл осылай қалдырсақ, мысалға кішкене сүйкімсіздеу көрінеді. Ал енді былай тоқыған кезде, тіккен кезде брошкамыздың өзі, жиегінің өзі бір әдемілік беріп тұрады. Мына байқасаңыздар, мынау сәл бисерімдеу болып кетіпті. Мүмкін önce бірдей бисер, бірдей размердегі нені таңдағандарыңыз жақсы. Мен байқамай қалдым жаңамен. Лесканы көрінгенге не қылмаңыздар. Ол ештеңе емес.
түсінікті болды деп ойлаймын. Жақсылап тартып тіге беріңіздер, себебі бұл бізде тегі болғандықтан. Мына осылай жасырылады. Көрдіңіздер ғой? Мен қазір кішкене тігіп, содан кейін сіздерге қалған көрсетейін. Міне менің жиегінің барлығын тігіп бітірдім. Қараңыздар. Міне. Өте әдемі, жинақы болып тұрды. Енді мына соңғысына келдік. Осыны былай, міне мына соңғысын тіктім ғой. Енді жаңа былай астынан алып тігуші едік. Бұда өйтпейміз. Жай ғана бірінші бастаған бисердің астынан кіргізіп шығарып аламыз. Сол кезде енді осыны былай астына кіргізіп тігеміз. Қыздар, ескерте кететін жайт, бағана біз клей жағып жабыстырдық қой. Сол кезде кішкене мен көп жағып жүріппін. Жиек жағына мүмкіндігінше жақпаңыздар. Жиек жағынан 1-2-3 мм қалдырып тұрып, тек орта жағына жағыңыздар. Сол кезде тіккен кезде қиындық туғызбайды. Кейбір жерлерінде жаңа клейге инеміз кіріп, кішкене қиындық туғызды да маған. Соны сіздерге ескертіп қояйын деп жатырмын. Енді қазір жібімізді кесіп, түйіліп қалыпты, кесіп тастай салайын. Қазір инемізді жасырамыз. Лескамызды жасырамыз. Яғни арасынан бұлай кіргізіп, жайлап тастардың арасымен шығарамыз. Лескамызды бүлдіртпей. Абайлаңыздар. Инелеріңіз сындырып алмаңыздар. Жағынан арасынан бүлдіртпей, мынандай серілердің арасымен өткізіп, жан-жағынан тігіп тастаңыздар. Кішкене лескаңыз шығып тұрмайды. Енді, үстін-түбінен жайлап кешіреміз. Біздің леска да көрінбейді. Жиектерімізде міне әдемі болып тегіс шықты. Көрдіңіздер ғой. Осындай керемет брошканы сіздер де керемет қылып жасады деген ниеттемін. Ұнады деген ниеттемін ең бастысы. Себебі қазір қараңыздар, осы брошканы кемі 7-8 мыңға сатуға болады. Мына жерде қарасаңыздар, расход максимум 1000 теңге деп есептеңізші мейлі. Қымбат, ойбай, қымбат жерден алдым деген өзінде 1000 теңгеден есептей, 1000 теңге расходына кеткен болса, үстінен 6000 теңге көресіздер. 6000 теңге ол сіздің бұйымнан көрген пайдаңыз болады. Бір жағынан ол сіздің еңбегіңіз. Мысалға, мен мынаны видеомен түсіріп отқанда шамамен бір 2-3 сағат кетті. Арада үзілістер болды. Ал енді уақыт бөліп, кәдімгідей зейін қойып істесем, мысалға 1 сағат, максимум 2 сағатта тігуге болады.
Енді қараңыздар, 2 сағатта сіз 7000 теңге таза пайда, 8000-нан сатсаңыз, таза пайда 7000 теңге көре аласыз. Қолөнершілердің табысы сондай жылдам, енді өзіңіздің тәжірибеңізге қарай жылдам тез бітіруге болады. Бастысы сіз эконом жасамай, сапалы тастардан әдемі жинақы тоқып тігіп жасасаңыздар, мынандай бұйымды кім 8000-ға алмайды, алады. Бастысы әдемі сату керек, әдемі ұсыну керек, сатудан ұялмау керек. Рахмет.